Достар, бізде каналда 30 мың подписчиктен асты уже, соған орай мен конкурс жасайын деп жатырмын, я хотел. Сол конкурстың приздары ол 10 мың теңге или мен сендермен бірге сендердің қалаларына барып, сендер заброшкаға апарып келем. Сол екі приздың біреуін таңдау керексің. Ол конкурстың шарттарына келетін болсақ, біріншісі осы видеоға лайк басып, репост жасау. Репост ол ВКонтактеге ма или бір жерге. Екіншісі комментарий жазу, любой комментарий. Ол комментарийға сендер ВКонтакте өздерінің страницаларында жасай аласыңдар. Үшіншісі ол спонсорларға жазылу. Барлық спонсорға жазылу керек, мен оны өзім тексерем. Барлық болғанда 4-5 спонсор бар, соларға жазылыңдар. Сәлем достар, сендермен Бақытжан. Менде новый рубрика ашылды, ол тылсым дүние деп аталады. Бұл рубрикада мен әрбір духтарды шақыратын болам. Духтарды шақырғанда ешқандай постанова өтірік болмайды, сразу айтайын. Бұда шын нәрселер ғана болады. Если бірдеңке болса, ол болады, если болмаса, болмайды. Түкте болмаса, түкте болмайды. Солай біз тексеретін боламыз сол духтарды. Бұл рубрика менде болған, осындай рубрика. Дух шақыру деген, бірақ мен оны тылсым дүние дегенге ауыстырдым. Енді достар, біз бүгін Джефф убийцаны шақырамыз. Оны сендер білесіңдер ме, білмейсіңдер ме? Міне картинкалары шықты осылай. Осындай оның картинкалары. Түрі осындай. Енді осыны шақыратын боламыз қазір. Менде кәдімгі ритуал бар қазір. Так. Мін достар, қараңдар. Мұнда безопасный, опасный и смертельный деген бар. Смертельный ол өлтіретін, опасный деген уже қорқынышты деген сөз. Безопасный ол түк істемейтін деген сөз. Енді біз смертельныйға кіреміз. Өлтіретінге. И міне Джефф убийца тұр. Джефф убийца міне. Осыған кіреміз. Міне оны шақыратын. Так, бұнда жазылып тұр Джефф убийца. Енді бұл орысша шақырамыз достар, өйткені қазақша ол түсінбейтін шығар Джефф убийца. Енді бүгін соны тексереміз. Нам понадобится дейді. Бізге керек айна, пышақ, 2 свечка дейді. Ритуал. Первым делом поставьте напротив себя зеркало. Айнаға қарама-қарсы отыру керек. Және де пышақты айнадан көрінетіндей қылдырып қою керек. Және де 2 свечка тұру керек. Айнаның екі жағында ма, бір шетінде ма 2 свечка тұру керек. Содан кейін ақырындап айтамыз. Джефф убийца, обращаюсь к тебе. Мое зеркало твой дверь. Мой нож твой ключ. Мои свечи твои глаза. Я открываю дверь. Добро пожаловать деп біз айту керекпіз. Сол кезде ол айнадан көріну керек, либо бір знактар беру керек, оны мен дұрыс білмеймін. Біз ол сөздерді айтып біткен соң свечкаларды өшіру керекпіз и не болатын көру керекпіз. Енді менде осындай освещение бар. Осыны енді қосып тұрамыз, чтоб сендерге бәрі көріну үшін, бізге де бәрі көріну үшін. Осыны жап тұрамыз, не болатын сосын көреміз. Давайте көрейік. Енді достар, міне нан жақ қойдым. Міне айна. Міне мен қайда қарап тұр десіңдер, міне наған қарап тұрым. Менімен бірге қазір Асқар, Төлеш. Ана чапш, қорқыныштығын. Енді достар, қазір көреміз не болатын. Камера мұнда қойып. Қайсы қалай көріп тұр? Так, мен алдымды түсіреді осы камера. Ал мен қазір телефоннан нетем. Телефоннан тоже осы қой. Арттан ба? Телефоннан бүйтіп түсіріп тұрым. Не болатын көріп. Шын болады, бәрі пацаны ойламас. Так, все, кетті. Қорықты, просто Күттірлі ощущение өттім. Иә, шын қорықты. Жанағы мен үші шағылғаннан еші бір тұр. Мен, қазір достар, мен ощущением түрлі өп тұр. Тітіркені бір қорықпа бірден істеп тұр. Түнде өндемесін ауыр. Болады сияқты. Қорқынышты ма? Е, жанағы шағылғаннан еші. Дай сақтасын. Дай сақтасын. Так. Все, достар, міне бір свечка. Міне екінші свечка.
мынау мен, мынау камера, осылай мен алдым түсіріп тұрады. Төлеш и Асқар. Сәлем достар. Енді чо айтып бастай береміз ғой? Так. Ол жақта не керек деді? Пышақ деді, иә, точно. Пышақ деді, достар, пышақты біз қайда қоямыз? Пышақты біз... Иә, мындағы қойық па? керісінше елестетіп тұрасыншы. Пышақ қылақаныз. Ойбай, бісміллә, қорқынышты білесіңдер, достар, қорқынышты. Так. Кеттік, достар. Так. Қалай сөздер? Джефф убит... Лең, қалай жаман. На фонарикті былай қойсамшы. Нормально? Осылай қойсам күшті сияқты. Ё-мо, түрмені қорқынышты. Қараңдар, түрме, достар. Қараңдар. Так. Джефф... Блин, айта берейін ба? Бісміллә деп айтпаңдар, келмей қойышты. Так. Свечка, пышақ. И міне бір свечка. Міне фонарик. Камера, бәрі бар. Так, кеттік, чөт шақырамыз. Жүндер шақырамыз. Достар, Джефф убийца, ол смертельный топқа жатады, ол яғни өлтіріп тастауы да мүмкін. На мен пышағыммен. Құдай сақтасын. Енді кеттік, шақырайық, бастайық, я ма? Давай ма? Кеттік па? Иә. Так. Орысша айтам, достар, сол үшін... Мұнда жел жоқ, уже. Нақты жел жоқ мұнда негізі. Достар, сразу айтам, орысша болады, өйткені қазақша ол келмеуі де мүмкін. Кеттік. Джефф убийца, обращаюсь к тебе. Мои свечи, твои глаза. Мой нож, твой ключ. Мое зеркало, твой дверь. Добро пожаловать. Айттым енді, не болатынын көреміз. Мен өзім түрме қарап тұру керек. Айтпақшы. Свечкаларды өшіп тастау керек деді. Енді көреміз не болады. Кеттік. Так, пока что түк болып отқан жоқ. Мен өшіріп айтамыз ғой деймін. Осылай айтып көреміз ғой. Тоқтаңдар, басынан бастық, зажигалка. Қорықпа, сен бісміллә деп айтпа, келмей қою мүмкін. Жоқ, оны ішінен айт, чтобы бірдеңке болмау үшін. Иә. Так, давай тағы да айтайық. Джефф убийца, обращаюсь к тебе. Мои свечи, твои глаза. Мое зеркало, твой дверь. Мой нож, твой ключ. Добро пожаловать. Так, айттым. Точно. Все, свечкаларды өшірдім. Енді көреміз не болады. Ё-моё, түрім өзгеріп бара жатыр мен. Жігітше айтам, түрім өзгеріп. Ёп-парасыты. Жоқ, түсіріп жатқан жоқ. Даже өшіріп салма. Достар, мен на камерам... Өзімен өзі істемей қалды. Не отыр камераға? істеді. Иә, істеді, все. Істеді, достар, мен на камерама бірдеңке болып қалды жаңа. Так, кеттік. Тағы да бір рет айтайық. Үш рет айту керек, ол кезде. Жоқ, өзің білесің, по идее. Бірақ көп болса, жақсы болды. Свечка жағар. Естідің ба? Ту.
Қозғалды ма ана? Көрініп қалды ма? Терезеден әйтеуір қозғалған сияқты болды. Біреу ана жақтан шетін ашты да қараған сияқты болды маған. Мына біреу шетін ашты, мына біреу. Жоқ па? Тер жақ қаш, тер жақ. Жоқ па? Кеттік жер, тағы да шақырайық. Пердені дұрыстап қойып қояйық, что Ака. қазір бір жер ашық. Так, міне достар. Анайын жақ. Бүйтейікші. Там. Так. Ананы да жалайық па? Все. Последний раз айтам, достар, сосын түкте болмаса болмайды, болса болады. Мен шын өзімнің ощущенияларым сендерге айтам. Джефф убийца, обращаюсь к тебе. Мое зеркало твой дверь, мой нож твой ключ, мои свечи твои глаза. Добро пожаловать. Все, енді күтейік не болады. Мен өзім түрме қарап тұр керекпін. Басқа біреу қарап тұрған сияқты маған. Айнадан. Просто көзім жанды ма, не болды? Түрім өзгеріп отыр маған, өзіме солай кажется. Түрлі ощущение кетті. Маған басқа біреу не болды? Терезеден білек өтіп кетті. Өтіп кетті? Иә. Не өтті? Бірден кетті, жаурап өтіп кетті. Жүйтше ма? Иә. Бай. Нан ұрсыңдар? Нан ұрсын. Көзіне жас ақ кетті ғой сен. Кетші түсірмеші. Жылама, не болды? Кетші білек өтті. Тоқта. Бисмиллахиррахманиррахим. Тоқта, жыламай. Толик. Тоқта. Жігітше ма? Иә. Қандай не? Түрі қандай? Өтіп кетті бірден кетті. Ух, ёпырсыды көрген жақты олдым бірден. Ёпырсы, достар. Бисмилля, достар. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмиллахиррахманиррахим. Так. Аузу биллахи минаш шайтанир-раджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Ух, ёпырсыды. Бляха-муха. Тынаш. Ёпырсыды. Айсын, нан ұрсын бірден көрген сияқты ол, нан ұрсын. Шын ба? Шын айтам, нан ұрсын деп. Сенем, конечно, нан ұрсын десе. Қазір достар, мен светті өшіп тастадым. Бляха-муха. Бізді көріп тұр. Біз оны андайықшы. Жоқ, бізді көріп тұрған жоқ. Иә, біз оны көреміз. Ёпырсыды. Тоқта. Не олай қозғалған? Естідің ба? Бисмиллахиррахманиррахим. Не? Тыныш, шын айтам бірін. Не естің? Бляха-муха, мен шын болады деп ойлаған жоқпын, шын айтам. Мен айнаға айтам. Қара, есік қозғалып отыр ана. Көлеңкесіне қарашы. Түс көлеңкесіне қарашы. Фонарик қосайшы. Тоқташ па, көсі біз көріп тұрған жер. Толик, бляха-муха. Достар, мен шын болады деп ойлаған жоқпын вообще. Мен жаңа шын айтам, айнаға кір кеттім өзім. Мен саған тоқташ дегенде уже бақты төрешке қарсың. Бірденке көрінді, шын айтам, жігітше айтам, камерадан көрінді. Қазір достар, сендерге замедленімен көрсетем. Төлеш, сен не көрдің, қалай көрдің? Бірден кетті да. Тез өтіп кетті, бірден кетті терезеден, ана жақтан. Үстіп бұрышынан өтіп кетті арқаммен. Арқасымен? Қандай болды светі? Аппақ. Джефф убийца кофтасы ақ қой, ёпырсыды. Өшірем сен. Бисмиллахиррахманиррахим. Не айту керек оны кету үшін, ёпырсыды. Не айту керек? Все, сдаемся, деші, папа? Жоқ, өйту емес, тота. Айнаның алдында тұрып, Джефф убийца, уйди деп айту керек қой деймін.
Светчи, пожалуйста. Походу сөйтіп айту керек қой деймін. Только через бакус. Айнаның алдына тұрмаймын, никак тұрмаймын. Ешқашан тұрмаймын. Жанып тұрсыншы, но хотя бы осылай. Ешқашан тұрмаймын. Шын айтамын, айнаның алдына тұрмаймын мен. Ёпырасата. Бакус ана маған қарап тұрған сияқты. Тоқташы, пожалуйста, фонарикті өшірші. Нақты тұрсыншы хотя бы. Бакус бізді көріп. Так, былай тұрсыншы. Бляха, тоқташы. Бляха, муха. Ой, ёпырасата. Қорқыныштан жігітше айтамын. Бляха, муха. Шығындаршы. Сен төлеш жігітше көрдің ғой? Төлеш. Бакус шын айтам, бір түрлі ощущение менде. Бляха, тұрған қалай жаман жындылар. Айбай. Айбай, бісміллә. Бісміллә, тоқташы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахи Аллах Мухаммад Расулаллах. Ахзу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Все. Джефф, убийца, уйди. Джефф, убийца, уйди. Свет тоже свет. Джефф, убийца, уйди. Свет қосшы. Қосасаш жарайды. Тоқта. Төрт аяқтап барайық жаңа. Тоқта. Өшір. Ой, жақ. Все, бісміллә. Сен ба қозғалтқан? Каждый қозғаған қарайсың не уже ману. Я ёпырысты, тоқта. Ля, мух. Мен жігітчен нанырсын көрдім жаңа бірденкен. Әппақ капюшон киіп алған сияқты бірденкен қарады да өткен. Менде сондай ощущение болды. Айнаға кір кеткенде мен уже саған қарап тұрмын дашы. Саған қарап тұрмын, бірақ уже мен миым бәрі басқа жаққа кетті ғой. Кәдімгідей. Ана камера түсірді, ана камерадан көреміз қазір ана. Достар. Білмеймін, мен өзіме не істедім, бірақ Аға сен шам ойнамаш. автоматически бәрі қозғалды менде. Сен түк көрген жоқсың Асан. Түк көрдім жоқ. Сен не көрдің соны айтпашы. Қарай үстіне бірдеңке. Үстіп терезе қоямын мынау. Тоқтат. Үстіп терезе қоямын. Аха. Үстіп тұрды да. Үстіп өт кетті ана жаққа қалды. Иттен тұрады ғой сенің. Ох, Сой ё. қалды үстіп өт кетті. На терезеден ба? Иә. Сосын Сосын болып кетіп қалды содан кейін. сен жылағы кетті ғой, ёпырасты. Жылады ғой, көрдің ба? Я көрдім. Бұл төлешінің бірін шет көрдім мен жылаған. Мен де. Мен короче былай қарап тұрамын ғой. Ана жақта аппақ нәрсе бүйтіп қарап тұрады да. Отырып қалдым, бірден естеді. Сол кезде шошып кеттім. Мен сол кезде жүрегім тоқтап қала жаздады. Жігітше болды, тоқтаңдар. Тоқтатайық мынаны. Алшы ана пышақты алып тасташы. Айнаға қарап келіп. Басын алып. Спады жанды айнаға қарай салам. Все, прости нас. Уйди. Сюда. Джефф, убийца, уйди. Джефф, убийца, уйди. Джефф, убийца, уйди и не приходи больше. Мурашки его. Мурашки көрінді ма қараш? Так, достар, біз мынаның бәрін киіп алдық, курткаларды қазір бәрін бисмиллахир-рахманир-рахим дейік те. Қойық. Свечкаларды алып тастау керек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бакуш, Нет, мына видос кәдімгідей лайк жинау керек. походу. Бірақ көбісі сенбеуі мүмкін болды. Сенбейді, иә. Көбісі сенбейді. Аппақ нәрсені көрдің бе сен жігітше? Иә. Бісміллә, түш бакуш. Қазір есік қой. Так, жоқ жүр. Так, Йо, қандай қорқынышсың. давай, өшір. Екі-үш. Все, кеттік. Мен бірінші шықпай ма? Мынаны қойып қойшы. Шықпай бірінші. Аяқты свет жанып тұр. О, свет жанып тұр. Так, ашық қой есік. Мен жапқан. Есік ашық қой жүнді. Мен бет жапқан. Мен тур осы жапқан. Ёпырасы да есік не ашқын. Мына қойса ма? Көрінбейді. Қойса. Кеткен. Свет өшесін. Өшесін әме? Өшірмейміз. Бісміллә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Достар, на Асқар мен Төлеш Джефф убийца кім екенін білмейді екен. Мен просто айттым, ол убийца пышақ ұстап жүреді деп. А оның түрі мынандай, қараңдар. Міне осындай оның түрі. Шын ба? Міне осындай ақ толстовка киіп жүреді, осындай. Маны бір жерден көрдім мен. Осы күліп осындай түрі, короче.
Көрдіңдер ма? Міне осындай төлеш. Осыны шақыртып қойып жүрмін. Әппақ болды осыны. Осындай әппақ деді ме? Бір жет көріпсің де сен Иә, мынандай көрдім ғой. Мынандай. Пышақпен алсын. Осындай. Бәрі бір ма? Петропавловнияда жүрген ба? Достар, төлешінде жыла қалды ол. Ужас қой, шок, просто. Бұл Достар, сонда біз айта алмаймыз, дұрысын бар ма, жоқ па, бірақ өлтіріп кетпеген қалай жақсы болды. мен аяқта пышақ құлағанда вообще шок еді. Свечкадан мен уже олай ойлаған жоқпын, свечка болды. Енді достар, бұл шын болуы мүмкін, иә? Өйткені сен шын көрдің ғой. Мен кішкене ғана көріп қалдым, ана бір тесіктен ғана көріп қалдым, ақ нәрсенің іші отырып қалған. Сен терезе қарап тұр, мен былай тура көрдім. Сосын өтіп кетті ғой. Сен былайынан қорққан жантылды, иә? Походу солай. Төлеш жылақ қалғанда мен сендім. Ол өтірік істеп тұрмай екен де қалдым. Бірақ ол жылағанда уже сендім. Достар, бұны қайталамау керек қой. Оны никак қайталамадар. Никак. Ештеңке жасап қайталамаңдар. Тішім боқап, бірдеңке боқаса сендерге біз ответ бермейміз оған. Бұны вообще қайталамау керек. Бұны іздеп те тырыспаңдар, қаяқта тұрады, қаяқта нетеді. Достар, бұл енді Джефф убийца шын деп айтайық енді, Шын. Все, ол Джефф убийца шын. Все. Оны шақырса ол келеді. Соған көзіміз жетті. Соған көзіміз жетті. Мен ондайға сенбейтін. Мен де сенбеймін, оны өтірік қой, онда мультик сияқты деп ойлайтын. Оказывается, просто. Шын болған нәрсені интернетке салып жүр екен ғой бұлар. Достар, енді сендерге видео ұнаса лайк қойыңдар, каналға подписаться етіңдер. 5000 лайктан кейін келесі видео шығады. Сендермен болған мен Бақытжан, Асқар, Төлеш. Давайте подписаться етіп колокольчик ұмытпаңдар. Давайте. Конкурсты ұмытпаңдар. Давай.